Мына машинаны мінгелі бері қалай соқпай жүрмін, мен қалай мықтайды екенмін деп өзімше болып жүремін. Тура жаңа жылда берді ғой Құдай. Мынаған не болды десеңіздер, қазір айтам деп қоясың. Қайтейін. Жаңа жылдарыңмен 2025-те новый дөңгелекпен, новый мимен қарсы алыңыздар. 26-ны, то есть әлі миымаш отыр. Қалдарыңыз қалай? Жақсымыз, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Мен мына жаққа қарай келгім келіп тұр енді. Туған күніңіз құтты болсын, өткен бақытты болыңыз. Өте әдемі болып тұр. Және де осылай өмір бойы әдемі болып, өміріңіз де әдемі, өзіңіз де әдемі болып өте беріңіз. Мен сізге тек қана жақсылықтарды тілеймін. Бұйырса Нұрсұлтан екеуіңіздің тойларыңызды көрейік. Бақытты болыңыз, ең бастысы. Бұл қыздың бақытты болуы енді сіздің қолыңызда деп ойлаймыз. Әрине. Бұйырса қолымыздан келген барлығын жасап жүрдік. Иә. Бақыттысың ба? Кеше әдемілеп бір құттықтады, иә? Қатысушылар болып, жалпы Нұрсұлтан. Мы еще неожиданно біз рекламаға тартқаны кетіп отқанбыз ғой. Потом Есентай мы жаққа барсақ, оказывается, қатысушылар все вместе собрались для меня это сюрприз сделать. Всем привет! Бүгін біз эфирге дайынбыз. Мен енді кеше Тайны Сантаға осы жақта ойнап жатқан, және де үйде де ойнап жатқан болатын. Солардың барлығына сыйлық алып, енді бүгін эфирде спокойно отыратын болдым. Себебі енді бізде каждый день эфир 31-не дейін үлгермейтін едік. Сонымен өте өзіме ұнаған подаркілерді алып, енді бүгін эфирдеміз. Қалыңыз қалай, Ислам? Қайырлы күн баршаларыңызға, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бүгін Исламның туған күні. Туған күніңіз құтты болсын. Сізге тек қана жақсылықтарды тілеймін. Өзі сондай сабырлы, мықты бір ер азаматтардың бірісіз, иманды дейінші. Сондай бір өзіңізге лайық қыз кездессін. Келер жылда бір тойыңызды көрейік енді. Соны көрейікші бәріміз. Бәріміз соны толтырып. Енді сіздің осы жылда бір жеткен басты жетістігіңіз қандай? Жалпы негізі осы жылда жетістік деп атап кетсем, өзімнің бизнесімді жоғары жаққа көтергенім және қомақты қаржы тапқаным. Енді келер жылға қандай мақсаттар бар? Мақсатта үмітте көп. Енді оның бәрін кесіп айта алмаймын, уақыт көрсетеді. Бірі де бірге үйлену дейсіз ғой? Ең біріншісі сол, болашақ жарым табуы. Бұйырса.